Балам жақсы болсын десеңіз, ата-анаға керекті ақыл-кеңестер. Әйгерім Тұрақұлова. Аңдатпа. Баланың тәлім-тәрбиесіне қатысты тақырыпқа қалам ұшын тигізбей тұрып, ой қорытып алу үшін, жалпы тәлім-тәрбие деген не? Өскелең ұрпаққа қандай тәрбие беруге әзірміз? Бала тәрбиесіне қаншалықты көңіл бөлеміз? Тәрбие беруде ата-ананың рөлі қандай деген секілді сұрақтарға ой жүгіртіп өтейік. Бала болашағымыз. Баланың тәрбиесі келешектің тәрбиесі. Ендеше, келешекті ойламау ақылды халықтың шаруасы емес. Балаға тәлім-тәрбие беруде мақсат мүддеміз айқын болмаса, санымызды соғып, бармағымызды шайнап қаларымыз анық. Сөзіміздің тамызығы болсын. Білім мен ғылым саласында жүрген мамандарымыздың түрлі ғылым еңбектері, зерттеулері біраз мәселенің бетін ашқаны белгілі. Педагог ұстаздар мен тәрбие мамандарының пайымдауынша, бұғанасы бекіп, қабырғасы қатпаған жасөспірімдер мен балалардың арасында желді күнгі өрттей өшіп тұрған көптеген шешімін таба алмай келе жатқан мәселелер ата-ана тарапынан балаға деген толыққанды деңгейде көңіл бөлінбеуінің салдарынан туындап отыр. Есімізде болсын, балалық кезең адам өмірінде ең маңызды кезең болғандықтан, әке-шешенің қылықтары, өзін-өзі ұстауы, олардың іс-әрекеттері баланың санасына әсер етпей қоймайды. Сондықтан ертеңгі күні баламыздың бойынан жаман әдет, нашар қылық көргіміз келмесе, олардың табиғатын ерекше қадағалап, баламыздың қызығушылығы мен қабілетіне орай бағыт-бағдар беріп, әке-шеше болып бөлініп, екі түрлі мінез, екі түрлі тәрбие қалыптастырмай, баланың дамуы жайлы кең мағлұматтарды жинай жүріп, баланың психо-әлеуметтік даму кезеңін ерекше бақылауға ұстауға тиіспіз. Мұның барын неге айтып жатырмыз? Жаңа нарықтық қатынастарға бағыт алған, жария саясатпен қадам басқан көпұлтты қоғамның тыныс-тіршілігіне араласуға қабілетті тұлға қалыптастыру тәрбие мазмұнын қайта қарауды талап етеді. Демек, ата-анаға қойылар басты талап баланы сонау құрсақта жатқан кезінен бастап тәрбиелеуіміз керек. Себебі, ана нені үйреніп, нені білетін болса, құрсақта жатқан бала да соны тез игеріп алатын көрінеді. Тіпті медицинаның өзі сыртқы дыбыс, әуендердің құрсақта жатқан балаға қаншалықты әсер ететінін әлдеқашан дәлелдеп қойған. Бұл үрдісті атам қазақ әлімсақтан білсе керек. Ана денсаулығына ерекше көңіл бөліп, аттың жалында, түйенің қомында жүріп ән айтып, күмбірлете күй тартқан. Сондықтан аналар бала бойға біткен сәттен бастап, қазақтық ұлттық құндылықтарға бай тәрбиесін, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін бойға сіңіріп, қазақтың дәстүрлі ән жырын тыңдаған абзал. Себебі ұлттық болмыс пен ұлттық тәрбие жас ұрпаққа сонау бесікте жатқан кезінен бастап-ақ беріледі. Одан кейін дүние есігін ашқан сәбиге әр нәрсенің дәмін білгізіп, тамаша табиғатта серуендетіп, жазира дархан даланың жүрек лүпілін сездіруіміз керек. Ойын баласы болып, қолқанат болуға жараған шағында ойынына назар салып, әрбір ісіне қызығушылық танытып, суық қарамау, өзімізге жақын тартып, сыйлық беріп қуантып қою да оның рухани жан дүниесін байыта түседі. 13-те отау иесі де балалық шақтың ауылынан албырттық кезеңге аяқ басқан шағында баланы өзімізбен теңдей көріп, өзара тағылымды сұхбат арқылы жалғызымызға ғибратты ой, тәрбиелі пікір дарытып, болашағынан үміт күтуіміз керек. Қайғысы мен қуанышын қатар бөлісіп, олармен әңгімелесу, дұрыс пен бұрыстың ара-жігін ажыратып көрсету, реті келсе сыйлай білу, ұсыныстарын дереу жекіп тыйып салмай, құптап қою, біреудің ала жібін аттап, жалған сөйлемеуге үйретіп, кесапатты емес, шарапатты болуға шақыру, бала көңілі дана өмірге бейімдей түседі. Әке-шеше қылықтарының балаға әсері. Баланың іс-қимылына қарап-ақ оның қандай отбасында өскенін аңғаруға қиын емес. Өйткені баланың ес білгеннен қалыптасатын іс-әрекеті, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің. Саяры сөзсіз. Отбасының балаға жасаған іс-әрекеттері қандай болса, бала бойында да сондай іс-әрекеттер қалыптасады. Бұл турасында тәжірибелі педагог Бақыт Кәкіжанқызы мынадай ой айтады. Ата-ана бала тәрбиесіндегі басты тұлға. Сондықтан әке де, шеше де балаларының жан дүниесіне үңіліп, мінез құлқындағы ерекшеліктерді жете білгені жөн. Балалармен әңгімелескенде олардың пікірімен де санасып отырған орынды. Өз баласымен ашық сөйлесе алмау, сырласа білмейтін ата-аналар, екеуміз де жұмыстамыз, кешкісін үй шаруасынан қол тимейді, баламен сөйлесуге уақыт жоқ дегенді айтады. Бұл дұрыс емес. Баламен сөйлесуге тіпті арнайы уақыт бөлудің қажеті жоқ.
Әке мен шеше ұл-қыздарымен үй шаруасында жүріп-ақ әңгімелесіп, ой бөлісуге неге болмасқа? Жанұядағы жанжал, үлкендердің аузына келген сөздерді айтуы, баланың көзінше басқа біреуді сөгуі, біреудің сыртынан өсек айтуы балаға теріс әсер етеді. Бала алдында әке-шеше мен үлкендердің әдептілік танытқаны жөн. Мысалы, арақ пен темекінің толып жатқан зиянын біле тұра, балалардың көзінше арақ ішіп, үсті-үстіне темекі тартқандар бар. Көрінген таудың алыстығы жоқ дейді. Ертең-ақ ұл өсіп ер жетеді, қыз өсіп бой жетеді. Сонда арақ пен темекінің зиянын қалай ұқтырамыз? Негізінен жанұяның шырқы бұзылған, ата-анасы маскүнемдікке салынған немесе жарамдық жағынан азғындаған ортада бала, жасөспірім қашанғы жиренішті көріністі, ондағы айқай-шу мен дау-жанжалға, ұрыс-керіске шыдап жүре бермек. Басқа өмір аңсайды немесе теріс тәрбиеге тез бой алдырып үлгереді. Егер осы теріс жолға мүлде бет бұрып кетсе, онда бәйтеректің бір бұтағы қисық өсті дей беріңіз. Бақытсыз қыз, бұзақы ұл осыдан шығады. Сонда негізгі кінәні кімнен іздейміз? Төменде бір-біріне мүлдем ұқсамайтын үш түрге жататын ата-аналар көрсетіліп, олардың әрқилы әрекеттері нәтижесінде баланың қандай болып өсетіндігі берілген. Біріншісі қорғаушы, екінші қысым көрсетуші, үшінші демократияшыл. Қорғаушы отбасының іс-әрекеті. Егер сіздің іс-қимылыңыз төмендегідей болса, онда қорғаушы отбасыға тән. Баланың асты-үстіне түсіп, бәйек боп, барынша ойланып толғану немесе тым өбекшіл болу. Ойбай-ау, жарығым-ау, Құдайдан сұрап алған құлыным ғой, менің сен жылатқанның көзі шықсын, қарның ашып қалмасыншы жаным, ұрты томпаңдап жүргені қуаныш емес пе бұның? Қараш, тамақты тағы да тауыспапты, менің баламның аузы аспандай, кәне, мыналарды да жиі ғой. Айналайын-ау, ауыра көрмесінші, түшкірсе де дәрігерге қарап тұрғанға не жетсін? Көзіңнен таса қылмашы құлдығымды, бірдеңеге ұшырап қалар. Ойнаса да өзің қасында жүрсейші. Балалар ұрып кете ме, шалынып құлап қала ма, кім білсін? Түн ортасында балмұздақ жегім келді дей ме? Солда сөз болып па тәйірі? Ашық дүкен әлі де бар шығар. Жолыңа құрбан боп кетейін. Киімің өзің-ақ киіндіре салшы тегі. Тамағыңда өзі жей алмайтын шығар, сен жегіз. Күнім сол менің, жанымда барымда сенсің, айналайын. Онда балаңыз мынадай болып өседі. Өзімшіл, артынан біреудің ылғайда жүгіріп жүргенін қаламайтын, үй ішінде де сыртта да ешкіммен басып піспейтін, қорғаушысы болмаса өзін жалғыз сезінетін, өмір бейнетінен қашатын, өзіне сенімсіз, тәртіпсіз, тиіскіш, тәуелділіктен арыла алмаған, қате істерге басқалар жауапты деп білетін, көзге онша түсе бермейтін, біреу көрсеткен жолмен ғана жүретін, яғни басқа біреудің басқаруымен жұмыс істейтін, өз балаларын тәрбиелеуге дәрменсіз. Екінші, қысым көрсетуші отбасының іс-әрекеті. Егер сіздің іс-қимылыңыз төмендегіше болса, онда қысым көрсетуші отбасыға тән. Тыңдама баланың айтқан, мынау жөнді, мынау жөнсіз деп қарап жатпа. Ешқашан айтқанын істеуші болма. Бетін қайтарып ұрсып таста, өте қатал бол. Сенен қорқатын болсын. Естіртпе, жазасын беріп көкесін таныт әбден. Көрсін сенің күшіңді. Не істесе де ылғи өзің араласып отырмасаң, ол бәрібір өздігінен ештеңе істей алмайды. Осы неменің тегі бірде-бір оңды қылығын көрмеппін. Жаныңа батырып тұрып сына. Елдің алдында қатты ұялтып келеке қылсаң, істеген қылығыңнан сабақ алып екінші ұмытпайтын болады. Онда өзіңізге қарсы шығумен қатар төмендегідей ашуланғыш, жаны ашымайтын, өзінен әлсіздерге әлімжеттік жасағыш, өз кінәсін мойындамайтын, бет қаратпайтын, тіл алмайтын, қырсық болады. Не болмаса төмендегідей тұйық болып өседі. Тез жылағыш, сезімталдық күйзеліске бейім, іштен тыңғыш, момын, өзіне сенімсіз, өзгелерді қуанту үшін өмір сүретін, өзіне еш есепке алмайтын, ойын айтуға батпайтын, ұялшақ әрі жалыққыш. Үшінші, демократияшыл отбасының іс-әрекеті. Егер сіздің іс-қимылыңыз төмендегіше болса, онда демократияшыл отбасыға тән. Не істесе де аз да болса еңбектенгендігін, тырысқандығын айтып, оны қолда, оған сенім артатындығыңды білдір. Қандай да бір жағдай болып қалғанда баланың не айтқанын бүкіл жан-тәніңмен, бар жүрегіңмен тыңда. Қисынды нәрсе сұраса, баланың меселін қайтарма. Бала баланың ісі шала деген. Баланың қателік жасай жүріп есейтіндігін ұмытпа. Баланы қателіктермен қоса жақсы көр. Баланы еркін ойлап, еркін сөйлеуге дағдыландыр. Сенен басқаша ойлау мүмкін екендігін де естен шығарма. Тіпті сенен өзгеше ойлаған күннің өзінде оның ой-пікіріне құрметпен қарай біл.
Онда сіздің балаңыз көпшілікпен тіл табыса алатын, ортақ іске әзір, өзін түсінетін, достарымен тату, сезімталдылығы байсалды, тіл табысқыш, бақытты, өзіне сенімді мол болып өседі. Балаңыздың қызығушылығы мен қабілетін байқаңыз. Сол тұрғыдан оған бағыт-бағдар беріңіз. Ата-ана тарапынан балаға жіті көңіл бөлінбеген жағдайда балаға берілер тәрбиенің де мәз болмасы белгілі. Сіз балаңыздың нені ұнатып, нені ұнатпайтындығын, не нәрсеге көбірек үйірсек екендігін, неден қорқатынын, неге қызығатынын бес саусақтай жақсы білгеніңіз жөн. Бұл сіздің онымен қарым-қатынасыңыздың барынша жақсаруына жол ашады. Сондай-ақ, балаңыздың қызығушылығы мен қабілетін аңғарып, қай салаға ерекше бейім екендігін білуге тиіссіз. Бір адамнан бар саланы бірдей қамтып алып кетуді күту қателік. Мұны арнайы зерттеулер де дәлелдеуде. Бір ғана саланың өзін әркім өз қабілетіне қарай әр деңгейде меңгереді. Сол секілді балалар да бар пәнді бірдей меңгере алмауы мүмкін. Баланы бар пәнді жақсы оқуға күштеу, оған сіз күткендей оң ықпал етпей, керісінше баланы оқуға деген құлшынысын бәсеңдетіп жіберуде ғажап емес. Адам өз бойындағы қабілетін аша білгенде ғана үлкен жетістіктерге қол жеткізеді. Біреудің еріксіз күштеп, мәжбүрлеуі салдарынан баланың ол іске деген қызығушылығы тіптен төмендеп кетуі мүмкін. Бала өзі қызықса болды, ол істі шын ынтасымен құлшына істейді. Орынсыз күштей берудің арты неге апарып соғарын жақсырақ ұғыну үшін мына бір хикаяны оқып берейін. Патша бағы. Ерте кезде бір патша жеміс ағашын өсіргісі келіпті. Адамдарын шақыртып, өлкенің ең құнарлы жеріне әлемнің ең жақсы апельсин бақшасын өсіруді бұйырыпты. Айтқаны екі етілмей бәрі орындалғанда патша: менің бақшам әлемнің ең жақсы күтілген, ең әдемі бақшасы болуы керек. Тіпті ағаштардың бойларына дейін тегіс біркелкі болатын болсын деп бұйырыпты. Арада 7 жыл өтіп, көктемнің бірінде көрші елдің патшасы қонаққа келіпті. Патша қонаққа бақшасын көрсетпек болыпты. Алайда бақша тап-таза, ретті болғанмен ағаштардың бойлары біреу ұзын, біреу қысқа әркелкі болса керек. Мұны көріп қатты ашуланған патша бақшадағы ағаштардың бәрінің бойларын тез арада бірдей етіп кеспесе, өз бастарын кесетіндігін айтып, қызметшілеріне қатал бұйрық шығарыпты. Ағаш бойларын бірдей жасаңдар деп күштеген патша жарлығынан қорыққан қызметшілер дереу іске кірісіпті. Бойы ұзын ағаштар қысқартылып, бойы қысқа ағаштардың ұштарына бұтақтар жалғаныпты. Әупірімдеп жатып, соңына бақшадағы ағаштардың барлығының бойы бірдей етіп жасалса керек. Біраз күн жатып, бір күні бақшаны аралаған қонақ таңғажайып бұл іске қатты таңғалыпты. Қараса, бақша тап-таза, ретті, барлық ағаштың бойларына дейін біркелкі екен. Бірден уәзірлерін шақырып алған қонақ патша дәл осындай бақшаны өз елінде де өсіруді сол мезетте-ақ бұйырыпты. Қонағының қатты таңғалғанына масаттанып, көңілі марқайған патша бақша қызметкерлерін бәріне мол ғып сый-сияпат үлестіріпті. Өкінішке орай, сол жылы бақша айтарлықтай жеміс бермепті. Өйткені бұтақтарын ебедейсіз қылып кесіп-кесіп тастаған жеміс ағаштары өз қасиеттерінен айырылып қалса керек. Бағбандар аман алып қаламыз деп қанша әрекет еткенмен, көбісі қурап, я болмаса ауруға ұшыраған бақты қайта қалпына келтіре алмапты. Әп-әдемі жеміс бағы енді ештеңеге ұқсамай ну-тоғайға айналыпты. Кейіннен әлгі көрші патшаның тағы да қонаққа келмек болғанын естіген бақша күтушілері жан сауға сұрап, бастарын алып, көз көрмес, құлақ естімес жаққа қашып кетсе керек. Міне, патшаның болмасты болғызам деп зорлықпен күштеген ісінің аяғы осындай аянышты тірлікпен біткен екен. Ата-аналар балаларының сабаққа үлгерімін олардың қабілеттерімен байланыстыра білулері керек. Әрбір әке-шеше төмендегі мына сұрақтарды өздеріне қойып көрсе дұрыс болар еді. Баламыздың бар сабаққа деген қабілет құлқы бірдей ме? Баламыздың барлық пәндерден бірдей озат болуы мүмкін бе? Неліктен жоғарғы оқу орындарына қабылдау емтихандарында гуманитарлық, математика, тіл және жеке қабілет деп бөлінеді? Ата-ана баласының өзіне тән басқаша қабілетке ие екендігін көре білуі керек. Әрине, балалардың бәрі бірдей президент бола алмайтындығы анық. Дегенмен, ол өзіне ұнайтын салада мықты маман болып шығуы әбден мүмкін. Бір педагогтың әңгімесі. Бір күні педкеңесте мұғалімдер бір оқушының бар сабаққа салғырттығын, үлгерімнің нашарлығын талқыға салды. Мен, ол бала бар сабақтан нашар ма деп сұрағанымда,
Суреттен беретін мұғалімнің басқасын қайдан, бірақ ол баланың сурет салуға деген қабілеті өте ерекше. Облыс көлеміндегі көркем сурет көрме жарыстарына қатысып, ылғи да олжамен оралатын бірден-бір оқушымыз сол ғана деген бар еді. Расында да, сол оқушы қай сурет жарысына қатысса да, тек қана жетістік әкеп жүрді. Жақында ғана біз оның ең таңдаулы деген бір суретін Жапонияға жарысқа жіберіп, енді үлкен үміт күтіп отырған жайымыз бар. Міне, көрдіңіз бе? Өзінің қабілеті бар салада ғана баланың үлкен жетістіктерге жететіндігін ескеруіміз керек. Ұстаздық еткен ата-аналардың бірі өз басынан өткен мына бір қызықты жайтты әңгімелеп берген еді. Математика пәнінен үлгерімі нашар бір оқушыға арнайы уақыт бөліп, бөлек сабақ беріп жүрдім. Бірақ енді сізге өтірік, маған шын, әлгі оқушыға математиканы ұқтыру қияметтің қияметі, қиынның қиыны болатын. Менен ылғи әр нәрсені сылтауратып сұранып, сабағымнан қашып кетуге тырысатын. Әйтеуір сабаққа деген зауқы бір соқпай-ақ қойды. Кейіннен арада бір 7-8 жыл салып кездескеніміз бар. Ол маған өзінің қылқаламмен сурет салуда біраз жетістіктерге жеткендігін, тіпті республика көлеміндегі көркем сурет көрмелерінде айтулы орындарды иеленгендігін, әрі бұл іске өзінің көңілі толатындығын, бақытты екендігін айтқан еді. Ал мен болсам, баяғы оған математикадан сабақ берген кезімді еске түсіріп, онымен қанша уақытымды босқа өткізген екенмін деген ойға қалдым. Бір жағы өзімді де сонша қинап. Ал енді өзіңіз ойлап қараңызшы, ілуде мыңнан біреуге бұйыратын, туа даритын мұндай керемет сурет салу өнеріне ие баланы математика немесе басқа пәндерден сабақ нашар екен деп сөгістен сөгіске салып, мектептен шығарып жіберуге бола ма екен? Әрине жоқ. Қайта баланың қай жаққа бейімі көбірек болса, сол жағынан барынша қолдау беріп, оның жетістікке жетуіне жол ашуымыз керек. Баланы қабілет бейімі жоқ жаққа итермелеу бергеннен түк шықпайды. Қайта аяғына тұсау болып, бағын байламасыңызға кім кепіл? Қызығушылық арта түскен күштің белгісі. Өздеріңізде байқап отырғандай, адамның өзі қызыққан салада жұмыс істегенде ғана айтарлықтай жетістікке қол жеткізетіндігі бұлтартпас шындық. Сол секілді бала да өзі қызыққан іске барын зейінін салады. Сондай-ақ бұл жайт баланың сол сабақты тез ұғуына, тез меңгеруіне жағдай жасайды. Құлықсыз қошқардан құйрықсыз қозы туады деп дана халқымыз тауып айтқандай, қызығушылық болмаған жерде жетістік туралы сөз қозғаудың өзі артықтау болары анық. Сабақтары нашар деген баланың көп сатылы компьютер ойынында басқаларға шаң қаптырып, алдына жан салмайтындығын байқадым. Өйткені оның бар ынта зейіні ойынға ауған болатын. Егер оның ойынға бөлген бар құлшыныс қызығушылығын сабаққа аудара алғанымызда, айтарлықтай жетістікке қиындықсыз қол жеткізуге болар еді деген ойға қалдым. Осы орайда 20 шақты кітаптың авторы, Македонияның атақты ақыны Илхамидің газетке берген сұхбат еске түседі. Өзі әдебиетке құмар кісі еді. Сүйікті мамандық тақырыбын айтқан әлгі кісінің әңгімесі. Югославияда соғыс аяқталып, кейін экономикалық даму белең алған тұста ел ішінде экономист мамандарға деген қажеттілік туғанды. Мемлекет те бұл мамандыққа оқығандарға қолдау білдіріп, оларға оқу біте салысымен жұмысты бірден кепілдеп жатқан тұс болатын. Ал мен болсам, экономика мамандығын үш ұйықтасам да түсіме де кірмейтін. Бар есіл-дертім тек қана әдебиет болатын. Әдебиет десе ішкен асымды жерге қоятымын. Ал әкем болса, менің болашағым үшін экономист болу керектігін айтып тұрып алды. Әке сөзін жерге тастай алмаған мен экономика мамандығына түсіп оқи бастадым. Алайда әдебиетті де тастамай қосымша ала жүріп, оны да бітіріп алдым. Экономика мамандығын толық игеріп шықты деген дипломды әкеме ұстаттым да, өзім ендігәрі бұл мамандықты желкемнің шұқыры көрсін деп, ол салаға тіпті жуған емеспін. Ал әдебиет болса менің өмірімен біте қайнасып кете барды. Әдебиетке деген құмарлығым әлі күнге жетпісті желкілесем де, арта түспесе еш кемімеген емес. Электр десе, ойымызға бірден Фарадей еске түсері белгілі. Ол қызыққан кәсібінің шығар шыңына жеткен бірден бір қайталанбас әлемге танымал дара тұлғалардың бірі. 19 жасына дейін бірде-бір білім ұясының табалдырығын аттап көрмеген бозбала Фарадей өзін болашақта не күтіп тұрғаны тіпті бейхабар болатын. Баспада көмекші болып жұмыс істеп жүрген ол Рояль институтынан келген бір студенттің энциклопедиясынан электр туралы мағлұматтармен алғаш рет танысады. Қайта-қайта оқып, ерекше қызығушылық танытқан ол тіпті
тәжірибе де жасамаққа ниеттенеді. Фарадейдің қатты қызыққанын көрген әлгі студент оны өз еріндегі оқымысты Камфридің электр тақырыбына қатысты бірнеше конференцияларын тыңдауға шақырады. Бұл ұсынысты қуана қабылдаған Фарадей конференция барысында бар түсінген білгенін қағазға түртіп алып отырады. Кейіннен жазып алғандарын тексертпек болып мұғалімге көрсеткенде ол таңғалғанын жасыра алмапты. Өйткені алдындағы жас жігіт өмірі мектеп көрмеген қара табан жұмысшы емес, кәдімгідей ірі оқу орнын бітірген адамнан білім, тәжірибе түсінік жағынан еш кем емес еді. Электрлік білімін жетілдіруге жаны құмар Фарадей Рояль институтына көмекші болып қабылданады. Сөйтіп жүріп атақ қорғайды. Профессорлық дәрежеге көтеріліп, физика, химия саласын ашқан жаңа соны заңдылықтармен ғылымға зор үлес қосады. Фарадейді шыңға шығарған тек қана қызығушылық болғандығы ата-аналарға ой салу керек. Өйткені маңайымызда өз қызығушылығын әлі танып үлгермеген, я болмаса әке-шешесі тарапынан қызығушылығы мүлдем төмен басқа салаларға мәжбүрленіп, өзі қаласа да қаламаса да солардың көңілдері үшін оқып жатқан оқушылар баршылық. Ал біз болсақ, баланы қабілеті жоқ салаға күштеп оқытудың дұрыс еместігін айналамыздағыларға түсіндіре білгеніміз жөн. Балаңыздың оқу үлгерімі жақсы болу үшін ата-аналар есіне оқу үлгерімінде өте мұқияттылықты қажет ететін мәселелер. Көпшілігіміз сабақтары нашар, бағалары төмен, мектепті әрең бітірген жоғарғы оқу орнына түсе алмай қалғандарды осалдар санатында көреміз. Баланың мықтылығын оның сабақ үлгерімімен өлшеміз. Бұл қате түсінік. Мектептерде осы төмен баға алып қалсам, үйдегілерге не деймін деп қорқатын оқушылар қаншама. Бала мықты десе, мектепті қалай бітірді, қай жоғарғы оқу орнын тәмамдады, болашақта кім болады деп білгіміз келеді. Жетістік деген сайын біз ылғи да сыртқы жетістікті қабылдаймыз. Сыртқы жетістік басқалар тарапынан байқалатын, өлшене алатын заттар мен іс-әрекеттерді қамтиды. Бала үшін қолға алып қарасақ, марапатқа ие болуы, мектепті үздік бітіруі, дәрігер, инженер тағы басқа болуы секілді. Үлкендер үшін қолға алсақ, ақша тұрғысынан бай болу, атақ-даңққа кенелу, лауазымды қызмет орнында жұмыс істеу секілді. Қызым тұрмысқа шықпақ десе, жігіт қайда, кім болып жұмыс істейді екен, машинасы басында үй-жай бар ма екен деп оның осы уақытқа дейін жеткен жетістігін сұрап жатамыз. Осы тақырыпқа қатысты ішкі жетістікті әдемі бейнелейтін оқырман көңіліне ой залатар мына бір қызықты әңгімені назарларыңызға ұсынамыз. Адам болу ма, әкім болу ма? Біреудің өте сотқар маңайындағылармен пасы біспейтін қиқар баласы болыпты. Әкесі ылғи оған ұрысқан сайын, «Әй, сен адам болмайсың» дейді екен. Әкесінің бұл сөзіне намыстанған баласы оқу оқып, соңында әкім болыпты. Енді өзінің адам болғандығын дәлелдеу үшін кісі жіберіп, апай-топай ештеңеге қарауға мұршасын да келтірместен, өзі отырған мекемеге әкесін алдыртыпты. Әкімге апарамыз деп ештеңенің байыбына бармастан ала жөнелгенде қарттың жүрегі шайлығып қатты қорқыпты. Кеңсеге келгенде әкім болып отырған өз баласын көргенде ғана қарияның жүрегі орнына түсіпті. Баласы шіренген қалып әкесіне: «Әке, мына мені көріп отырған шығарсың, баяғыда осы адам болмайсың деп ұрса берушең, шамасы қателескеніңе көзің жетті-ау деймін» дегенде ешқандай сый құрметсіз, қалай болса солай желкелеп әкелетініне іштей ренжіген әкесі: «Балам, мен саған әкім бола алмайсың демедім, адам бола алмайсың деуші едім. Әлі адам бола алмапсың. Егер сен адам болғаныңда әкеңді бүйтіп әкелгізбей, өзің қайта әкеңнің алдына келген болар едің» деп жауап берген екен. Бір педагогтың әңгімесі. Ең бір беделді мектепте мұғалім болып қызмет етіп жүрген кезімде математика пәнінен ылғи да олимпиадалардан үлкен жетістіктермен оралып, мектептің абыройын асқақтатып жүрген бір оқушымыз бар еді. Бірақ әлгі оқушымыз қанша жетістікке жетіп жатса да, дос, жора, жолдас дегеннен мақұрым болатын. Қашан көрсең мектепті айналып жападан жалғыз жүретін, ешкіммен тіл табыса алмайтын. Бұлай сабақ жағынан алып қарасаң, мықты деуге тұратын ақ бала болғанымен, адамдармен араласып емін-еркін қарым-қатынас жасауда соншалықты осал болатын. Ал енді құдайшылығын өзіңіз айтыңызшы, мұндай адаммен кейін кім бас құрап үйленгісі келеді? Үйленді деген күннің өзінде әйелімен, бала-шағасымен тіл табысуы қалай болмақ? Аузын буған өгіздей үндемейтін, томаға тұйық мінез адамнан басқалар тез жалықпай ма? Мектепті әрең бітіргенмен жақсы жұмыс жасап, біреуге адал жар болып, балаларын ешкімнен қалдырмай бағып,
тату-тәтті жанұя құрып, жоқ бола қалса достары сағынысып іздеп келетін адамды осалға жатқызу сірә дұрыс бола қоймас. Ал профессор болса да түңкиген, мінезі томырық, маңайына жан жумайтын адамның мықты болғаны ма сонда? Бұл кезде ойын әлі де баладан үзілмейді. Сабақпен қатар балаңыздың бір мезгіл ойнауына рұқсат етіп отырғаныңыз жөн. Сабақтан келген соң баланың шаршағанын ұмытып ойнауына, бой сергітуіне рұқсат еткен жөн. Баланы ойнатпай тек қана сабаққа күштеу, қайта оны сабақта мезі ғып, оқымау үшін сылтау іздеуге әкеліп соғады. Бір әйел қызы мектепке барған күннен бастап сабағын алаңсыз оқысын деп оның бар ойыншықтарын тығып тастағандығын айтқан еді. Баланың мектепке барса дәл ойын баласы екендігін естен шығармай, оның ойнағанға да сабақ оқығанға да уақытын бөліп жоспарға үйрету керек. Ойыннан қол үзбеген баланың сабаққа деген құлшынысы да төмендемейді. Күнделікті өмірдегі тәжірибеден байқалғандай, қандай да бір іске деген құлшынысты арттыруда көтеріңкі көңіл мен қалау өте үлкен рөл атқарады. Сондықтан баламыздың оқып үйренуіне баланы қызықтыратындай көтеріңкі көңіл күй мен қалауды қосуымыз ауадай қажет. Әйтпесе, баланың мектептен суып кетуі оңай, сабақ мәселесінде қинап, тым күштеу олардағы үйренуге деген қалауды мейлінше тұншықтырады. Баланы оқуға, білуге барынша қызықтыра білген жөн. Әйтпесе, мектептен суып, қашқақтап оқуға жоламай қояды. Оқы деп күштеген сайын бала оқуға деген қызығушылығын жоғалтады. 6-7 сыныптың оқушыларынан сабақ дегенде не сезінесіңдер деп сұрағанымда, көргім келмейді, жек көрем, елес сияқты бірдеңе, түк ұнамайды деген секілді қорқынышты жауаптар естідім. Ал мұндай оқушылардың сабақ үлгерімі қалай жақсы болмақ? Көңіл күй мен қалауды көзден таса ұстап, бей-жай қалдыруға болмайды. Сантьяго штатында жасалған бір зерттеуде емтиханда балалардың анағұрлым жақсырақ нәтижелерге қол жеткізулеріне көңіл күй мен қалаудың көбірек ықпал еткендігі байқалған. Кейіннен жүргізілген емтиханда қызықтығып өткізген сабақтарға қатысқан оқушылардың өте жақсы оқығандықтары анықталған. Әрине, кінә балаларды емес, өзімізде. Шама келгенше үйден де баланы оқитын пәндеріне қызығушылығын арттыруымыз керек. Баланың қасында ешқашан мектепті жамандауға болмайды. Мектептің кем-кетігі жайлы үйде әңгімелесу дұрыс емес. Баланы мектептен суытпау керек. Егер мектеп жайлы, мұғалім, сабақ жайлы айтылатын нәрсе болса, тікелей мектепке барып, болмаса ата-аналар жиналысында қозғаған дұрыс. Баланың өз оқыған мектебін жақсы көру өте маңызды. Адам ешқашан жек көретін ортада ештеңе ала алмайды. Мұны ұмытпау қажет. Балаңызға өз-өзіне сенімділік пен жауапкершілікті қатар үйретіңіз. Үлкен адам болу. Баладағы өз-өзіне сенімсіздік ата-аналар мен мұғалімдердің қателіктерінен пайда болады. Баланы көзге ілмеу немесе оны қатты қорғаштау ондағы өз-өзіне сенімділік күшін әлсіретеді. Үйде де мектепте де баланың бар жоғын елемеу, оған тіптен көңіл аудармау, оның ішкі сезіммен санаспастан жазалау, қорқытып үркітіп жанын алып отырушылық, болмаса, оның бар айтқанын екі етпеу бала бойында өзіне деген сенбеушілік пайда болуының басты себептері. Көптеген ата-аналар мамандарға баламыз неге томаға тұйық болып өсіп келеді, қарап беріңізші деп өтініш жасап жатады. Байқасаңыз, өздерде балалары секілді жуас, момын кісілер. Әкешілер мұндай болғанда өздерінен асып балалар қайда барсын? Біз өзіміз қандай болсақ, балаларымыз да сондай болып өспек. Сондықтан алдымен өзіміздің еті тірі, сөзге пысық, іске тиянақты кісі болғанымыз жөн. Ал ондай пысықтықты көріп көзін ашқан баланың бос, болбыр болып өсуі мүмкін емес. Отбасындағы ыдыс-аяқтың жиі сылдырлауы да баланы бір тоға тұйық қылып жібереді. Баланың өз-өзіне сенімін арттыру үшін не істеу керек? Баланың не айтпағына толық мүмкіндік беріңіз. Оны тыңдай білу өте маңызды. Бала, шеше, жемпірімді шешейінші, терлеп кеттім. Шешесі, қой, шешпе, соқ тиіп қалады. Бала, шеше, жаураймын ғой. Шеше, әй, сен қоясың ба, жоқ па, ауырсаң көресіңді. Бала, шеше, мен тойдым. Шешесі, көп сөйлемей жей тамағыңды. 1 сағаттан кейін қайта қарным ашты деп ызылдайсың. Бала, әке, сабаққа қанша дайындалсам да түк ұқпаймын. Әкесі, бар зейініңді салмасаң қалай ұғасың? Баладан өз жасынан үлкен адамның іс-әрекетін күтпеңіз. Егер онда үлкен нәрселер күтетін болсаңыз, онда бала мен бәрібір істей алмаймын деген сенімсіз ойға қалады. 3 жасар баладан қонаққа барғанда 2 сағат бойы тып-тыныш отыруын күту бекершілік.
Егер бала шынымен 2 сағат бойы отырып берсе, онда балаңызда бір кемістік бар деген сөз. 3 жасар баладан тамақ ішкенде үстіне шашпай төкпей жеуін күту де қате. Төгіп шашты деп бекерге ашулану да орынсыз, одан да жегізбеу керек. Математика пән өлерде жек көретін үлгерімі нашар баласына әкесінің осыдан математикадан жылдық қорытындыға 5 емес 4 алып көр, аяғыңды шағам деуі қаншалықты орынды. Жауапкершілік артумен қатар оны орындай алу үшін көмек бергенді де ұмытпаңыз. Кішігірім істе балаңыз сізге көмектесетін болсын. Баланы 3 жасынан бастап сізге қолғабыс тигізуге баулыңыз. Дастарханды жиыстырғанда жеңіл-желпі нәрселерді апарысып көмектесумен бастасып, кейіннен бірте-бірте ол заттардың санын арттырып күрделендіре түсіңіз. Құлдыраңдап сізге көмектесіп жүр бір нәрсені сындырып яки бүлдіріп алса, сабыр сақтаңыз. Айғайлап ұрыспаңыз. Қайта балаңыздың сізге көмектесіп жүргенінің өзі сіз үшін үлкен мақтаныш екендігін білдіріңіз. Телефонның, судың ақшасын ай сайын апарып төлеп тұруды балаңызға жүктеп қойсаңыз да болады. Істі қалай аяқтағаннан емес, сол істі істеудегі балаңыздың талпынысы, тырысушылығы мен құлшынысын бағалаңыз. Балаңызды ылғи да жігерлендіріп, мақтап, көңілін өсіріп отырыңыз. Нәтижеге қарап сыйлық ұсынбаңыз. Сыйлықты сол істің барысында беріңіз. Балаңыз сурет салып сізге көрсетсе, қалай әдемі салғансың, менің балам өнерлі деп оны мақтаңыз. Деп елеусіз қоя салмаңыз. Тіпті әйеліңізге де көрсетіп, балаңыздың мерейін өсіріңіз. Сонда ғана балаңыздың өз-өзіне деген сенімі нығая түседі. Бала жетістікке қол жеткізе алмаса, оған қарап баланың адамгершілігін өлшеуге болмайды. Қайта сол жығылғаннан, жеңілгеннен, ұтылғаннан да өмірлік өнегелі сабақ алуға болатындығын үгіттеу керек. Өз-өзіне сенім адамның бір істі істей алатындығына іштей нық сеніп, тас түйін бекінуі. Өзін құрметтеу адамның бір істі мейлі атқара алсын, мейлі атқара алмасын, әр жағдайда өзін шартсыз түрде жақсы көре алуы мен қабылдата алуы. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды демекші, бала ешқашанда қатесіз болмайды. Бірдеңені бүлдіріп қоям ба деп оған да үндемеу, құтылғанды артық санайтындардікі де қате. Өйткені бала жығыла жүріп жығуды үйренеді, жеңіле жүріп жеңуді үйренеді. Қате жасап жүріп те қате жасамау жолдарын үйренеді. Қайта баланың қате істеп қоям ба деп үркектеп тартқыншақтығынан гөрі, қате істесе де бір істі істеуге талпынғаны дұрыс. Бала қателік жібергенде ғана оның қате екендігін санасына жақсы сіңеді. Қателерінен қорқатын балалар өсірудеміз. Ал бұл қорқу болса, бірте-бірте өзін жеткіліксіз сезінуге, жасқаншақтыққа, тартыншақтыққа апарады. Бала қате жасап қоям деп қорқақтағандықтан өзін неғұрлым жабық ұстайды. Еркін қалауынша қимыл жасауға батылы жетпейді. Ал қателіктер болса, үйрену үрдісінің бір бөлігі. Біз болсақ, түймедей қатені түйедей қылып баланың зәресін алып жіберуге құмармыз дейді психолог мамандар. Жығылмаған бала қайта тұруды қайдан үйренсін? Балаларымыз қате істеді, құрыдым деген ойдан арыла алмауда. Ал оларды осындай қорқынышқа итермелеп, аяқ-қолдарын жіпсіз байлап тастаған кім? Әрине өзіміз. Қайта баламыздың қате жасайтындай ортасы болғаны жөн. Айтқандары тыңдалмаған бала ішкі сезімдерін жеткізу мүмкіндігіне ие бола алмағандықтан тұмаға тұйықтыққа берілуі мүмкін. Өзіне деген сенімі азаяды. Сондықтан баланы неғұрлым көп сөйлетіп, айтпақ ойын ұғып, жақсылап бар ынтамен тыңдай білген дұрыс.